Керичте рус ишгалжы аскерлері үшін реабилитацион тасил мерkezini açacaklar. Teşvikatçı Rus kanalında берген интервьюсында БКБ мерkezінің рейсі Владимир Чаплин білдіргеніне көре, оны терк етілген мектепте açacaklar. Анда демирчи хане, ашқане ве атта арби арабалар үшін техник станция инша етілежек. Аналога нет. Мы даже не все комнаты еще расписали. Они приезжают и говорят, вот так пандус сделайте. Мы начинаем лепить пандус. Вот там сделайте маленькую комнату в тупике, простите. И мы так делаем. Не мы, такие перцы, министры, простите, и навязываем. Они сами приезжают. Вот так сделайте, это будет классно. Кырымның партизан жемиеті Украина мудафа куветлеріне координатларыны бермек үшін тезден Рус ишгалжы мерkezінің иншаат ішлерінің бітмесіні ве Рус ишгалжы аскерлерінің анда ерлешмесіні беклей. Бұнда невел білдіргенімізге көре Керичте Росгвардия үшін қасаба құралар. Оны индустриаль шоссе янында болынған 35 гектарлық топрақта ерлештірейджеклер. Анда енді 6 қатлы биналар ве 5 қатлы корпуслар инша еттілер. Енді незерет кечет ноқталарыны, чоқрақларыны, хавеханелеріні виатта ФСБ-нің айры бөлік бинасыны құралар. Ишгалжылер үшін қасаба инша ишлерінен Чеченистанның Гросгражданстрой шіркеті оғырашам. Рус ишгалжылері үшін ақиярға қайтып гемелеріні калибрлерінен толдырмақ телукелі ола біле. Украина ұжымлерінден қорқанлары үшін логистиканен жидді проблемлері бар. Новороссийскте есе гемелеріні толдырмаға имканлары еуқтыр. Украина Денис Мудафа куветлерінің спикері Дмитро Платенчукның білдіргеніне көре, айнен бұл себептен рус ишгалжылері калибр силахларының ұжымлеріні сиреклештірді. Дегеніне көре шымды Азақ ве Қара деңізде тек бірер ракет ташыйжы геми мевжуд. Дигерлері есе я Новороссийск, я да Туапсе араларында етерлі лиман олмағаны себебінден кезіне. Ама рус ишгалжылері калибрлеріні топламаға девам етеве құлланмақ үшін қышны беклей деп қайдете Платенчук. Кількість ракет, вони їх зараз накопичують, тому що вони, як ми розуміємо, знаходяться в очікуванні зимового періоду. І, відповідно, враховуючи те, що ВПК не може їм поставити в тій кількості, про яку вони мріють, відповідно, мають витримувати такі паузи. Рус ишгалжы куветчилерінің Украина энергетик инфраструктурасына уджум азырлыклары ақында Украина мудафа куветлері ве акимияты білдірген еді. Украина баш истихбарат темсежісі Вадим Скибицкий Украинска правда матбуатына берген интервьюсында рус ишгалжылерінің кечкен сене олғаны кебі бұл сенеде Украинаның энергетик инфраструктурасыны yok етмеге ниетленгенini білдірді. Рокет ве дрон салдырыларының чоқлашажағы үшін инсанларына азыр олмаға Украина президенті Владимир Зеленский де чағырды. О итtifaqdaşlarına қыш арифесінде Украина ава савунма системлеріні куветлештіргенлері үшін тешекүрлеріні білдірді. Дикат мудафа ве террористлерге жауапқа айрылажағыны қайдетті. Не про все зараз ми можемо говорити відкрито, але український повітряний щит вже сильніше, ніж торік. Вже інші можливості, але ще не повний захист всієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним,